Ассаламуалейкум. Ә, Менің есім Жеңіс Сатов, Жеңіс Сат. Біздің ауыл деген үлкен жобаны білесіздер, құрып жатырмыз Алланың қалауымен отбасылық шаруа қожалығы. Сол отбасылық шаруа қожалығының ішінде біз өзімізге сауын сиырлар ұстаймыз. Сауын сиырлардың біз Голштейн породасын таңдадық. Солар енді бізге қазір сүт береді, және біз сол сүттерді біз өңдеп өнім сатуды ұйғардық. Неге деген кезде біз сүтті оны жаңағы сырье дейді ғой, жаңағы шикізат ретінде сатпау керекпіз. Не нәрсе өндірсек те Қазақстанда біз сол өнім өндіруді үйрену керекпіз. Соның ішінде енді өзіміздің дәстүрімізге де сай бір таңсық емес, күнделікті істеп жүрген дүние ол сүт өнімдері. Күнделікті қолданыстағы қаймағымыз бар, қатығымыз бар, йогуртымыз бар, ірімшігіміз бар деген сияқты құрттарымыз дегендей, соларды сол сүт өнімдерден жасаймыз. Сол үшін мен сіздерге бүгін біздің сүт цехтағы процесс дейді ғой, жаңағы жалпы жұмыс барысын сіздерге көрсеткім келіп тұр. Енді көп жаңалық болады деген не жоқ, бірақ қалай біз істеп жатырмыз соны көруге. Жалпы бізде мұнда сиыр сауылады. Сиыр сауылғаннан кейін мынаның артында бізде емкіс тұр. Біз енді ояққа кірмей-ақ қояйық, аяғымызды бүлдірмей-ақ қояйық. Мұнда емкіс тұр. Емкіске құйылады да, мына трубамен, нержавейка трубамен сүт неге кетеді? Біздің цехқа кетеді. Өйткені біз мұннан жұмысшылар сүтті сауып болғаннан кейін бізде сауыншылар оны әрі-бері тасымау керекпіз. Сол үшін сразу жаңағы ыстық күйінше неге құямыз да, сауып болғандарды бірден насоспен бер қарай танкерге қарай құямыз. Енді біздің цех жалпы көлемі 12-де 12 размері, ондай қатты үлкен емес. Неге? Біз күніне 1 тоннаға дейін сүт өңдеуді жоспарладық. Біз енді бие сауамыз дедік, ешкі сауамыз дедік, сосын сиыр сауамыз дедік. Соның ішінде біз сиырдан бір 500-600 литрдей сүт шықса дедік, биеден бір 100-200 литрдей дедік, ешкінің сүттен 100 литрдей дедік. Сөйтіп, где-то 800 литрдей сүт өңдейміз дедік. Енді соның ішінде әрі қарай қосылады, алады, әйтеуір жалпы не дейді, жаңағы запаспен, жаңағы артығымен бір тоннаға дейін күніне сүтті өңдеу керекпіз негізі. Енді сүт цехына кіру үшін мына жерде біздің жаңағы кеше жаңадан оборудованиялар алғанбыз. Сол оборудованиялар келді. Мына Өзбекстаннан алдық. Оның алдында біз Қытайдан алдық негізі оборудованияны. Ал оның алдында бір орыс кісілерден алдық. Ол кісілер Россиядан әкелеміз деді, бірақ келмеді. Ақшасы төленді, кетті. Ақша төлеп қойдық, почти 90% төлетті. Договор бәрі бар, келісім шарт, бірақ өздері жоқ, компаниясы жоқ, таппай қалдық, біраз ақшаға шығындалдық. Тұрып қалдық, кейін Қытайға барып, өзіміз барып алып келдік. Ол жақсы. Сосын бізге жетпегеннен кейін біздің мөлшеріміз өсті. Сол үшін біз тағы да Өзбекстаннан қосымша сүт қайнататын емкістарын, нержавейка, соның барлығын не істедік, қосымша тапсырыс беріп кеше алдыртып келдік. Біздің цехта 4 адам жұмыс істейді. 4 адам ғой, Байрамгүл? 4 адам. Бізде Байрамгүл осы цехтың меңгерушісі. Барлық жұмыстың бәрін осы Байрамгүлдің басшылығымен жұмыстар бітеді. Енді жаңағы сүттің келу процесін мына жерден бастап көрсетейін сіздерге. Мынау бізде охладитель дейді, мұздатқыш, сүтті мұздатады. Бұл бізде 500 литрге арналған. Күніне мысалы біз 450 литрдей сүт сауы керекпіз өзіміз. 500 литрдей сүт соған арнайылап қойдық. Өйткені азында кешке 500 литр ғой, суткісіне бізде. Мынау енді өз 500 болғаннан кейін таңертең 250 литр мысалы сау болсақ, оны біз кейін өңдеп
әрі қарай қалған 250 литрі маған кіріп тұра береді қосымша. Бұл ішін бұл мұздатады, температурный режимдері бар. Бұл Қытайдан алып келген оборудование. Ішінде айналып тұрады да, и жаңағы сүттер салқындап тұрады. Енді ол салқындатылған сүтті керек сүтімізді, мысалы қаймақ жасауға 50 градус температураға дейін оны біз қыздыру керекпіз. Сол үшін мынадан аламыз да, керек бізге мөлшердегі сүтті мынау насос арқылы мынадан былай қарай айдап аламыз. Мынаның ішіне осылай сүтті әкеледі да, мынаған құяды. И бұл сүтті мына қазір 48 градус болып тұр. Мынадан келеді да, енді бізге сүт. Ысылған сүт мынау насос арқылы мына емкістке кіреді бізде. Сосын бұл емкістен, бұл неден, мына жақтан біз ашамыз. Мынау сепаратор бізде. Мынау біз алдында кішкентай 100 литр сағатына өңдейтін сепараторды қолданып жүрдік. Қазір мынау бұрынғы жаңағы советский дейміз ғой, сондай сепаратор таптық. Тоже бұны Өзбекстаннан алдырттық. 1 тонна өңдейді. Минусы бұның өте қымбат. $6000 ма, сондай тұрады. Мысалы, $6000 қалды ғой деймін. Мысалы, ол өте қымбат. Ал анау 100 литр сағатына өңдейтін ол 70 000 теңге тұрады. Ол да жақсы. В принципе, біз екеу-үшеуін алып қойдық та, мысалы, 70 000 теңге дегенің $200, мысалы, жетпейді. Екеуін-үшеуін алған дұрыс па, әлде мынандай $6000-ға мынандай алған дұрыс па деп көп ойландық. Бірақ анау уақыт көп алады екен бәрібір. Мысалы, 500 литр істеп болам дегенше, қыздардың уақытын алады екен. Ана құю керек, әрқайсысын 20 литрдан құйып тұру керек деген сияқты. Сол үшін бізге уақыт қымбаттау болып шықты. Сөйтіп біз уақыт үнемдейміз деп осылай шамалы уақытты ұтуға шығын шығардық. Енді мынау бізде қалай айттым, ашатыны. Мынау сүзбені суын сығады ғой, сары су шығады ғой. Сол сары су шығуға арналған. Мынаның астында міне сүзбесі тұр міне. Мынау үстіне ауыр темірі тұрады. И бұны мынаны бүйтіп бұраса қысады, осылай тұрады. Езеді ана. И сөйтіп суы тезірек кетеді. Біз бұндайды бұрында үйде неге асып қоятындығымыз. Ол кезде енді көлемі аз болса, ешнәрсе емес, солай болады. Ал ненің мөлшері өскен кезде жұмыстың, мысалы 500 литр сүттен қаншама дүние шығады ғой, мысалы. Соның барлығын суын сорғызып отыру үшін мынандай қылып жаңағы принудительно өстіп қысып шығармаса, анау ішіндегіші иістеніп үлгереді ғой, мысалы. Жалпы көп қырғын бір оборудование жоқ, бірақ ең бірінші керек оборудованияларды алдық. Не істейін деп жатырсың сен? Сүт ірімшікке дайындау. Сүтті ірімшікке дайындайсың, иә? Ірімшікке сүт дайындау үшін не істеп жатырсың? Өзіміздің сиырдан сүтті. Соны қазір сүзіп аламын. Сүзіп алып, осылай пісіріп, айран құйып, ірітіп, ірімшікке қайнатып жіберемін. Ірімшік қылып қайнатасың, иә? Ол таза сүттен істеледі, бұл обратка емес бұл, иә? Қайнатылған сүт, иә, кәдімгі? Или қайнатылмаған сүт ба? Жоқ, қайнатылмаған шикі сүт. Шикі сүт, иә? Андай мусорлары бәрі қалу үшін маған не істейсің, иә? Сеткіден өткіземіз. Хорошо. Ірімшік жасаймыз. Құрт аппараты. Бұл обраткіден жаңа құрттарды жасаймыз. Құрт аппараты да өзінің бір нелері бар. Мына жерде емкісті бар. Мынау қосылады. И мына жерден құрт шығады. Біз Инстаграмда да көрсеттік оны. Домалақ құрт шығарады тек қана. Одан кейін шыққан құрттарды біз мынаумен вакуумдаймыз. Мысалы, вакууматор кәдімгі әдеттегі, ондай қатты не жоқ ешқандай. Өлшейміз барлығын. И мынандай бізде құрттың түрлері шығады. Вакуумге салынған құрттың түрлері. Біз енді өзімізге мынандай шыққан өзіміздің өнімдері бар ғой, жаңа малинамыз бар ғой біздің. Сол малинамызды заморозкаға жасап, осылай мұздатып, өзіміздің йогурттарға осы малинаны қосып отырмыз. Вакуумдап істеп, мынандай вакуумға да салып көрген, мынандайға да салып көрген, эксперимент қой бәрі. Сосын құрт жасаған кезде біз
мынандай екі түрлі құрт жасап жатырмыз. Біреу домалақ кәдімгі, біреу мынандай қолмен қысып. Өйткені кейбір адамдар осындай қолмен қысылған құртты да сұрайды, домалақ емес деген сияқты. Мына ірімшіктеріміз. Мысалы, енді құрттар, домалақтар бар міне. Олар мына станоктан шыққан. Анау, сол ірімшік қой, сол сүзбе ғой бәрі. Бір сүзбе, просто формасы ғана басқа, составы бір. Бұны морозилкаға қойып қойған. Не үшін? Өзінің түрін сақтайды, сосын кеуіп кетпейді. Кеуіп кетсе тастай болып қалады. Сол үшін морозилкада осылай тұрған кезде жақсы сақталады екен. Мындай жеген кезде күшті кайфовый. Сүзбе салады, ішінде шынак бар. Мына жерде аузында дозатор бар. Кесіп тұратын керек мөлшердегі граммаж құртты кеседі. Мынау айналдырады. Қазір сіздерге қосып көрсетеміз. Майы алынбаған сүтті пісіріп, қатық қылып, сосын күбіге саламыз. Мынау күбінің орнына, мынау қазіргісі современный. Мынандай айналады екен ғой. Сонда бұдан не шығады бізде? Күбі май шығады, е? Май бетіне шыға ма сонда? Ана бетіне май. Май ма кәдімгі? Қаймақ пенен екеуінің айырмашылығы, қаймақтан алынған сап-сары болады, күбіден шыққан ақшыл болады. В общем, 30 литр сүттен мынаумен істеген кезде 2 килограмм май, грубо, 2 килограмм құрт шығады. 2 килограмм құртың 12 мың теңге, 6 мың теңгеден, 6,5 мыңнан 13 мың теңге, 2 килограмм майың 18 мың теңге. 31 мың болады, дұрыс па? Сүтті біз 15 мың теңгеге сатып алдық. Сонда бізге 15 мың теңге, короче, пайда қалады. 30 литр сүттен. Дұрыс па? 15 мың болғанда енді оның ішінде тоғы бар, пісіруі бар. Жоқ енді, 15 мың қалса, енді жартысын алып тастайсың. Анау мынаусын бәріне 7 мың теңге пайдасы. Үйіңе мысалы просто күніне 30 литр сүт сатып аласың да, андай маслобойды аласың да, дымда қиындығы жоқ мысалы. Сөйтесің да, майын шығарасың, майын спокойно любой адам сатып алады қолдың майын. Мысалы, одан кейін қалғанына құрт жасайсыз да, спокойно. Құртта шірімейді, сасымайды, 2 килограмм құрт деген ол, мысалы, сатып жүру. Мысалы, тарс етіп, оны сатып жүресің, қалтаңда ақша. Күнді 30 литр сүт. Или осыны көбейте берінде 30-ды дырылдатып, 100-ге, 150-ге, мысалы жаңағы 90 литр болсын, 150 литр болсын. Осылай әр бір неден 30 литрдан просто 5 мың теңге таза пайда қалса да, даже 5 мың 7 мың теңге мысалы. Қандай рахат. Күнне бір семьяға кәдімгідей бір жұмыс и табыс. Жұмыс істеуге ерінеміз, есептеуге ерінеміз. Сосын кейбір жұмыстардан біз не болып кеткен бізде, отвращение болып кеткен бізде, анау кезінде сүт өнімдерін үйдегілер көп жасап, адамдар уже жек көріп кеткен ғой, датауға ше, соны ше, істеуді ше. Неге? Өйткені есептемейді, мотивация бермеген, давай деп жұмсай берген бәрін, жаңағы әйтеуір майда шүйда сондай сияқты ма деп ойлаймын. Өйткені қанша адамнан сұраймын, қойшы сүт істегім келмейді, оны сондай істегім келмейді дейді да. Неге десе кезінде көп істегенбіз дейді. Қазір мысалы барып өзі сол 5 мың теңгеге 10 мың теңге бар жұмыс істейді бір жерге күніне. Бұлай үйде отырса, қолынан қанша өнер келеді? 30-40 мың теңге үйде отырып табуға болады да оған. Әрине оны сата білу керек. Ал сату үшін интернет бар, инстаграм бар, тикток бар, көрші көлем бар, ағайын туыс бар. Бір-бірімізге сату керекпіз. Мен де барып, мысалы, бір жерден алып жеп жатырмын оны. Мысалы, мен соны туысқаным маған айтса, мен пәленше мен осындай сатам, если что деп ескеріп қойса, барып соны біреу алады, қояды деген сияқты. Осы кәсіпті осылай, мынау бір молочный цехтан қаншама кәсіптің түрін жасауға болады екен мен просто көрсеткім келеді да. Мен өзіміз соны жасап жатырмыз просто. Біз енді 500 литр сүтті уже өндіріс қылып қойып істеп жатырмыз ғой біз просто. Ал соны шағын қылып тастау керек. Ол үшін сиыр ұстаудың да қажеті жоқ. 500 теңгеден сиырдың сүтін сатып алуға болады. Любой адам сатады сізге. Дұрыс сүт таңдап тауып алсаңыз, с удовольствием сатады, көп литр алсаңыз мысалы. Соны әкеліп жаңағы
өңдеп осылай есіктің алдына алло деп шығарсаң жаңағыдай инстаграммен болды, кете береді. Тикток бар қазір деген бәрі, әжелерде, аталарда, жаңағы балада, шағада бәрі тиктокта отыр ғой. Мысалы қақтағы бір болмайтын нәрсені көріп ырқ жырқ етіп, онан қайта оның қасында қайта құрт алайық, табиғи өнім деп, әжесінің құрты, мамасының құрты деген сияқты темамен айту керек деп ойлаймын. Қазір мына бізде мынаны қойды, момент жинап отыр қыздар. Біз енді аяқ астынан кіріп келгенбіз цехқа негізі. Сол үшін қыздар бәрін бізге шетінен көрсетуге тырысады енді. Мына бізде не, сүзбе ма? Құрттың сүзбесі мынау, иә? Ашшы мынау? Я дұрыс салғам, енді араласып отырмын. Енді араластырып отырсың ба? Иә, енді араластырып. Оны араластырып болғасын, сүзбе қыласың да, не саласың ба? Несі алынған сүт, жаңа? Май алынған. Соның өзінде бұда, өзінде май бар, жөйлесі бар. Мен соны ойлап тұрмын да, өйткені түрі көрініп тұр да, майлы екені, ше? Сонда біздің сиырлардың сүттері майлы болып тұр, или біз қаймаққа майын до конца ала алмай жатырмыз, иә? Жаңағы сүттен қанша қаймақ шығып жатыр бізде? Мына сепаратормен. Кеше 170 литр сүттен 9 кило 600 шықты. 10 келіға шықса. 170 литр сүтің бізде не жоқ уже. Интернеттің жаман жері, калькулятордың жаман жері. 85 мың теңгеге сатып аламыз, мысалы, 500 теңгеден сатып алғанда 170 литр сүтті. Енді 10 литр қаймақ шықты. Қаймақ қаншадан сатасың? 6 мың теңгеден минус 60 мың теңге. 25 мың теңгеміз бар әлі. Қанша обратқа қалады бізде? Одан қалады 200. Жоқ, 170 литрден 160 литр обратқа қалады, иә? 160 литрден неше килограмм құрт шығады? 13 килограмм шығады. 13 килограмм құрт шығады. 13 килограммды тағы да 6000 теңгеден көбейтеміз. 6500 ба? 6500. Біз 6500-ден сатып жатырмыз. Мысалы, 84 мың теңге болады. Енді жаңа минус 25 мың теңгені алып тастаймыз. Жаңа қалған, иә? Сонда 60 мың теңге, 59 мың 500 теңге пайда қалады. Ал бұл пайданың енді минус жартысын алып тастайыншы. 29 мың 500 теңгесін. Мысалы, жаңағы жұмыс бар, коммуналка бар, анау мынау деген кезде 30 мың теңге пайда табуға болады. Яғни бұл ең бір әшейін есептей салғанда ғой. Жалпы пайда жоқ емес, пайда бар, пайда табуға болады, мысалы. Бірақ баға, мысалы, біз неге 6500 теңгеден сатамыз, неге біз қаймақты қымбат сатамыз деген сияқты. Неге? Өйткені ол таза кәдімгі 100%. Сүт ешқандай ішінде су, пу, анау порошок, морошок, бірдеңе деген тема жоқ. Сол үшін бұның ірімшік жасаймыз, одан құрт жасаймыз, сары май жасаймыз, қаймақ жасаймыз, соның бәрін ассортимент қыламыз, йогурт жасаймыз, халуми дейді, жаңа брынза жасаймыз, сыр жасаймыз. Мысалы, өнімнің түрі де көп қой. Осының барлығын жасап, сіздер кәдімгідей үлкен бір жақсы пайда табуға шығуға болады. Бұл айтып отқаным, жақсы пайда дегенде не енді? Мысалы, жақсы пайда дегенде бір әулет, мамасы, қызы, келіні деген сияқты бір жерде жұмыс істейді бәрі. Просто бір жерге барып жұмыс істемей-ақ, осындай бір кішкентай ғана цехтан осылай бір өнімдерді шығарып, күніне бір 100-200 литрдей сүтті өңдеп сатуға шығарса, әрине мынандай оборудование алады, анау алады, мынау алады, бұның бәрін шетінен таңдап алуға да болады, ондай асықпай. Бізде солай алдық бұл жерде. И жаймен бір жұмыстың басын бастау керек. Әрине бірден 100 литрден емес, 10 литр, 20 литрден бастап жұмыс істесеңіздер өте күшті болады негізінде. Біздің енді сүт цехының құрт шығару процесі, не қыздар жаңа көздеріңізше көрдіңіздер, тез құрастырды, ішін шайып, жуып деген сияқты. Бұл жерде біз сіздер көрсетіп жатқан тазалық бірінші. Тазалық маңызды. Одан кейінгі сапа. Бұл сапа таза сүттен кәдімгі таза құрт шығады.
бұл қыздар осының барлық жұмыс жасап жатыр. Аппарат бұл жұмысты жеңілдетеді негізі. Енді бір сағатта бірнеше килограммды оңай, қиналмай жаңағы жасаймыз. Мұның алды асарлатып өйтіп істегенбіз. Мынау енді дайын сүзбені қарсылдатып жібереміз. Бір сағатта 50 килограмм сүзбені өңдеп шығарады. 2 адам тұрады, ар жағынан сығып жібереді, салады. Бір адам да істей алады негізі. Бірақ олар қазір уақыттары бар, сол үшін 2 адам істейді. Мына жерде ше, мына құрттарды ұстап үлгеруде бір жұмыс кәдімгі. Ана ойын бар ғой, ойнайды. Сол сияқты мына кісіка сол ойынды ойнаса отат шығар. Ана таяқ ұстайтын ойын бар ғой, сіз жіберу керек сондай. Құртты біз мынандайды упаковкаға салып жатырмыз. Біздің ауыл деген, бұны бізге Айдос деген ініміз құрт сатады. Қалайды құрттарын аты? Жаннар деген. Сол бізге осылай біздің ауыл деп сыйлық сыйлады. Жаннар бізден мынандай өзіміздік безымянный бренд қой бұл деген. В общем, мынандайдағы әдемілеп жатырмыз. Қазақстанның шаулауы, өзіміздің біздің ауыл деген сияқты Қазақстанның өнімі. Мынау бізде пиццаға арналған созылатын сыр дейді. Қазір сіздерге біз бұны ертіп көрсетейін, істеліп жатқан. Және мынау брынза, халуми дейді. Бұны да қуырып, бір қуырып жіберсе, таңертеңге өте күшті. И брынза түрі де бар. 2-3 түрін осылай жасап жатыр. Бұларды да жасау процестері халумидікін сіздерге көрсетеміз. Барлығыныкі несі бірдей процестері. Интернетте де толып отыр ғой, оны жасайтындар. Іші мынандай, сыртында мынандай курчик. Баяғыда Европада көретін ек, бұндайды. Дәмін көрейін. Күшті сыр кәдімгі. Йогуртымыз бар. Йогурт кәдімгі қаймақ қоя, қатық қоя. Айран, Кәдімгі айран. Соған не қоясың? Өзімізде өндірген малина. Малинаның вареньесін саласың, қант араласқан, Қант араласқан, қайнатылмаған. Вареньені не істейсің? Араластырасың, болды ма? Сол кезде қызарып кетеді, болды, Өзі істеп шығады, дәмі де күшті. Қазір солай істей аласың ба? Бар ма қатығың? Дайын, әкеші көрсін. Мысалы, мынандай қызарту үшін, анау клубничный, малиновый вкус, анау-мынау деген тұрады ғой, дүкендерде. Оларға сироп емес, оларға краситель қосылады. Олар табиғи краситель, анау-мынау деп айтылады. Енді ішімен білмеймін, енді о жағын ішіне кіріп көрген жоқпын. Біз әшейін алдық та, варенье кәдімгі үйдегі шайға қосып отқан малинаны өзіміздің ауылдың. Мынаны салдық. Әдемі. Балалар деген кәдімгі мощный. Бұл жерде не? Келіп үйренуге болады. Мысалы, бір нәрсе істеп үйренем десеңіздер, келсеңіздер, біздің қыздар сіздерге көрсетеді негізі. Шын үйренем деген адамға. Ауда. Енді қараңызшы. Біз осындай нәрсені өндіре аламыз. Мынау өндіріс кәдімгі. Енді бұл өнім. Анау сүт, ол не еді бізде? Шикізат еді. Мынау бізде өнім. Енді сүттің бағасы 500 теңге болса, мынау қаншасын сатылады? Килограммы 7500 теңге. Неше литрден бір халуми шығады? Мындай. 50 литрден 4-600. 50 литрден, очень 5 килограмм шығады, 50 литрден. 5 килограмм мынандай брынза алсаңыз, көбейту 7500 теңгеден сатсаңыз, 37500. Бұл неше литр сүттен шығады дейсің? 50 литр, 50 литр сүтіңіз 500 теңгеден болғанда 25000 теңге. 37500, 12500 теңге пайда. Бұған вообще көп шығын жоқ. Үйде отырып осындай, мынандай 5 кусогын істеп, оны сату тоже қатты қиын емес деп ойлаймын. Енді бұның енді тағы да несін шамалы шығындарын алып тастасаң, тоже бір 7-8 мың теңге бұдан да пайда қалдыруға болады мысалы. Бұл жерде қалай бір нәрседен ғана пайда істемейсіздер ғой. Мысалы,
бұл нәрсені біз әр неге бір сүтті, мысалы 100 литр сүтті бөлеміз. 10 литрінен қаймақ жасаймыз, 10 литрінен ірімшік жасаймыз, 5 литрден бірдеңе жасаймыз. Мысалы, осылай бөлеміз да, сонда 100 литрден қанша өнім қанша пайда істеуге болады. Біріншіден, өнімнің түрі көбейген сайын, сенен бір тұтынушы көбірек зат алады. Мысалы, мен үйге бір қаймақ алсам, мына біздің ауылдың қаймағы мысалы. Бір қаймақ алам, бір йогурт алам, мысалы, бір мынандай брынза алам, бір сыр алам, бір май алам, мысалы. Өзіміздің майы, қолдың майы. Енді тек қана йогурт шығасам, бір йогурттан кейін мен бітіп қалам. Сол үшін біз не істеп жатырмыз? Ассортимент жасап, бір адам осынша нәрсені бәрі қолданады үйде. Құртын қолданады деген сияқты, мысалы. Тағы да осы жерге ірімшік қосылады. Ірімшіктен кейін тағы осылай. Зато сізге көп адам керегі жоқ та оған. Бісміллә. Брынза да күшті екен негізі, иә? Не істейсің қазір сен? Мынау не? Айран. Не айран бұл? Жаңа қатық па анау? Иә. Мынау не? Мынау қатық, иә? Короче, біздің ауылда, Қызылордада, короче, қатық дейді. Қою кәдімгі қатық. Взбивать еттің, иә? Қатыққа қанша қоясың? Неше грамм? 200 грамм. 10 литрге 2 килограмм варенье саламыз. 10 литрге, 10 литр қаймаққа, айранға 2 килограмм 2 килограмм варенье саламыз. 10-ға 2. Мына кәдімгі қатық. Үйде, мысалы, балаларыңа осылай берсеңіздер болады да, мысалы. Сосын сендер бұны миксермен алмастырасыңдар, иә? Жоқ, миксермен емес, венчикпен араластырамыз. Сол миксермен араластырсақ, сұйылып кетеді. Венчер деген не? Венчикмен ба? Осылай қолмен ба? Жаймен, иә, жаймен осылай болып. Айранның несі көзім көреді. Айранның сұйылып кетеді, су сияқты сұйылып кетеді. 20 литр істесек та 40 литр істесек та осы венчикмен араластырамыз. Мұнандай қолмен ба бәрі? Йогуртты қымбаттау сату керек. Мынаған мен істеп көрейін, иә? Мынау кішкентай ғана қалған ішінде қалдық варенье. Кішкентай ғана 10-ға 2 болды, не өлшедім. 20 граммға 2 граммға 20 грамм йогурт жасаймын. Жай айналдырасын дейді. Екеуміздікі бірдей болайын тұрды цветтер. Мысалы. Енді осыған клубника бәрі қоса көсек бола ма? Қарақат. Қарақат бар ма бізде? Бірақ адамдардың бәрі осы малинаға үйренген. Күшті ғой, Мынау сұйылып кетті шамайды. Қойылана ма қайта? Бұл холодильникте тұрған кезде қойылады қайта. Холодильникте қатқан кезде. Қазір свежий айран. Өткенде бір неде нағасықталып қайтадан салып жүргенсің ғой. Соны көріп қойыпты бәрі. Бәрін қарайды екен. Қайтадан сөйтейін деп мен қайдан білейін, ауылдың адамы ұра берем. Ал, новый қасық салып отырмын. Бірақ мен тәттірек екен деп қойма. Күшті. Мысалы, ешқандай не дейді жаңағы сверх бір басқа бір жерден бірдеңе алып келетін нәрсе жоқ. Кәдімгі Құдайдың вареньесі, кәдімгі қатығы үйден ұйытылған, соны аласыңдар да балаларың нан ішеді. Бала просто қазір мынандай қатық ішуден қалған қазір. Ішпейді. Мысалы, оған мынандай тәттірек қылып берсең, қант қосқаннан гөрі варенье, яғни малинаның пайдасы бар, қатықтың пайдасы бар. Жаңағы, оның бәрі кальций, оның бәрі магний, оның бәрі витамин, кәдімгі С-сы бар, басқасы бар, бүкіл витамин осының ішінде. Қазір мынау сырды, мынау еритін сыр дейді бізге? Иә, тұзды суды рассолда салынып тұрады. Бір сағат, 2 сағат салынып тұрады. Одан кейін өзі осылай түсін өзгертеді, ол баста аппақ болып тұрады.
Апа болып тұрған ол осындай өзгертіліп сары. Ана Европаға Суы несі осылай шығып кетеді мындай. Жылдап сақталса да болады. Жылдап сақталған сайын оның несі қымбат болады. мынау мен Европаға барған кезде көргем, сондай нелерге. Сыроварня дейді. Сондай жерлерде тұрады. 1 жылдық, 2 жылдық сырты деген кәдімгі сары болып кетеді. Мынау да сондай бола ма? Болады. Мұның өзінің несі бар ма? Қосатындары бар ма ішіне? Бұл тура сол қолмен сияқты істеуге болады. Бүйтіп созылатын көрсетейін дегенім ғой. Типа біз созылатын сыр істей алады екенбіз деген сияқты ғой. Мака пісіп кетіп жатыр енді. Бұл енді пиццаның бетіне қойылады. Пиццаның бетіне қойған кезде бүйтіп созылады, резинка болып. Негізі. Өстіп, ана пиццаны созып жеп жатады ғой, бүйтіп қараса қалай созылып жатыр. Бұл созылған сайын несі қымбаттай береді ойдың. Качествосы. О. Ана мен ыңқылдайсың, ыңқытып дұрыс сөйлей алмай жатырмын да. Отдышка ғой. Тамақ көп жеп қойған. Сен же дейсің, анау же дейді, анау же дейді, ешкім көңілін қалдырмаймын, жей беремін. Оңай емес ма? Мына бізде сепаратордың темірі ішіндегі. Бір сепаратор деген нәрсе не деген кезде қанша дүниеден өтеді қараңдар. Мынаның бәрі. Мынау қарайып тұрған дат-бат деп ойламаңдар. Бұл кәдімгі өзі темірдің несі. Бәрі жуылған, тап-таза. Ешқандай несі жоқ. Мынау енді нержавейка аналар. Мыналар санмен қоясың бұны, е? Мына 54 штуктандай қойдық. Енді 55-шісін қоямыз. 55, 56 жабылады, е? Безымянный. 56 жабылды. Сосын мынау ма? Үстіндегі жабылды. Оны қалай жабылды? Просто жабылады, болды ма осылай? Үстінде тұрады. Мынау сүттің, қаймақтың қоюлығы сұйықтығын осы регулировать етеді екен. Бүйтіп қарап отырсаңыз, дымда жоқ. Мынау бір тесік әйтеуір. Енді мынаған барып келу керек, е? Яғни бірінші суға тұтамыз. Мынаған түсетін. Содан кейін батына тесік кетеді. Отырды, е? Газовый кілт сияқты тез жабылады. Сосын тартасың, е, соны? Наоборот. Сен қол күрестен жеңіп жүр десем, ауылда тойда. Осындайлардың бәрін бұрайды екен. Мынау. Мынау неше килограмм мынау? Мә. 15 килограмм екен. Сендер мынаны күнде көтересіңдер, әрі-бері, е? Ой, бана бір қолмен. Көтересің бір қолмен? Бір қолмен? Бір қолмен. Жо, бұлай. Молодец. В общем, бар ғой, качок боласың ғой, яқты жүрші. Анау, неге барудың қажет жоқ. Қызық, е? Мен вообще таңғаламын, кім ойлап тапты екен деп болсын. Мынау бізде обратканың несі отырады. Қылмаймын. Қаймаққа. Не үшін кигізіп жатсың? Сүтті фильтрлау үшін. Мынау кәдімгі маска ғой, е? Үшеуін кигіземіз. Моторын қосып қоясың біраз. Неше минут тұрады примерно? 5 минуттай мотор қызады. Мотор. Маститке, басқаға апта сайын тексеріледі. Сиырдың сүті. Сосын өзінің приборлары бар. Сүттерді тексеріп аламыз. Чтобы ода ауру болмау үшін сүтте. Мамандар бар. Келіп біздің сиырлардың сүттерін тексеріп береді. Бір жағынан сосын өзімізде де аппараттарды қойып жатырмыз. Қазір солардың аппаратымен тексеріп алып жатыр. И мынандай тестерлер бар. Аднара тестке саламыз. Соның ішіне несін салады. И жаңаға көреді қалай екенін сүттің.
мына сүтті қазір біз енді қостық. Аппаратқа сүт кетті. Мына бізде обратка. Мына қаймақ уже. Қаймақ объем үлкен ғой мынау. Сол үшін кәдімгідей су сияқты ағады. Кішкентай аппарат болса жай ағады. Бұл 80% майлылық. Обраткасы. Осыдан уже біз құрт жасаймыз. Біз ана обратка дегенге кейбір адамдар түсінбей қалуы мүмкін, анау мотордың майы бар ғой, қолдан тұсаған сол сияқты деп ойлап қалуы мүмкін да. Бұл да сүт қой, бұны да ішуге болады кәдімгідей. Бұның өзінің майлылығы да бар. Мысалы, қазіргі кезде майлы дүниені көп жемейді негізі. Қазір майсыз белок көбірек болса екен деп соған өтіп жатыр жалпы әлем. Сол үшін, бірақ біз Қазекең пока майлын ұрып жатырмыз. Ол проблема жоқ бізде. Өйткені біз ет жеп алып ұйықтайтын адамбыз ғой, қазы қартаға тойып. Бізге қаймақ әсер етпейді. Қойлылығын көрсетіп отқаным ғой. Бұны істеп үйренген Байрамгүлдер оған дейін ол қырғын бір молодший сияқты жұмыс істеген жоқ, технологтары бар, ақылдастық. Консультация берді, үйретті, үйрендік. Адамның істеген адам істейді, үйреніп алады, тез-тез бәрі. Онда қатты қиын нәрсе жоқ. Аппараттың мощнылығынан сүт кәдімгідей құйылып отыр ғой үстіне. Ол оны обработать етіп үлгеріп отыр. Міне, ақша қайда жатыр. Бәрін қырып аласың. Бұл қаймақ қырып жатыр да, мен айтам ақша қоя деймін ғой, я дейді. Ақша. Негізі ақша адамға қай кезде бітеді. Ақшаны көбейет, ысырап жасамағанда. Ысырап жасадың, берекеде кетеді, ақшаңда жетпейді ешқашан, табысында кетеді жан жаққа жайылып. Сол үшін ысырап жасамаңдар. Қанша тапсаң да, ысырап жасамасаң, бәріне жетеді. Мәселе қанша тапқанда емес. Мен өз түсінген. Көп деген адамдармен араласам ғой, көп ақша табатынмен де, аз ақша табатынмен де, енді санмен айтатын болсақ. Бірақ соның ішінде көп ақша тауып, бақытсыз өмірден түңіліп жүргендер бар, аз ақша тауып, бақытты болып, рахаттанып өмір сүріп жүргендер бар. Сонда зерттеп қарасақ, ысырап жасамайды екен да. Мынадайлар кейбір кезде жуып жүрсең де кетеді ғой. Мысалы, осылай барлығын алып қалу керекпіз. Біз қазір 75 литрдей сүт құйдық. 720 грамм болса 4 келі 300 ровно. 5 келі 20 болып тұр. 720 болса 4 келі 300. 100 литрден 5-те жеті, я? Негізі бізге 100 литрден 6-7 литр алу керекпіз. Қаймақ негізі. Біздің или сепаратор дұрыс емес, или біздің сиырдың майлылығы дұрыс емес, жирность. Сон бір нәрсесін зерттейміз. Бұлайынша қазір енді біз 75 литр сүтке 75 литріңді көбейтесін 500 теңгеден тең 37.500 болады. Дұрыс па? Енді 4-те 3-ті көбейтесін қанша қаймақ? 6.000 теңгеден 25.000 теңге. 11.700 теңге әлі керек бізге. И бұдан 70 литрдей обратка бар. Одан тоже. Қанша құрт шығады 70 литр обраткадан? 6 и 4-те 3. 10 ғой сонда. 75-ті 500-ге көбейтесін. Минус общий сметана мен қаймақ 10 килограмм. Құрт пен сметана 10 килограмм шығады ғой, грубо. Ол 60.000 теңге болады. Грубо. 22.000 теңге. Жалпы 100 литрден менің өзімнің жаман есебіммен 25.000 теңге былайынша очень пайда жасауға болады негізі. Просто оны жаңағыдай детальдардың бәріне, регулировкаларын, басқаларын бәрі, тонкостердің бәріне мән беру керек. Оны айтпесе шықпайды. Ат үсті бүйтіп, істей сал, сала салдан шықпайды ол. Бұл жерде грамммен ойнаймыз. Кәдімгі температура четкий болу керек, сепаратордың несі дұрыс болу керек, регулировкасы дұрыс болу керек деген сияқты. Соның барлығын ескеріп отырып, сол средний 6-7 литр
сметана алсақ, алып отқандар бар кәдімгідей. И біз дальше не істейміз? Жаңағы сиырдың рационын жөндейміз. Оның майлылығын көбейте аламыз олардың. Соның барлығын есептеген кезде уже бір үлкен шаруа шығады. Жаңағы қаймақты міне алдық та, енді элементарный нәрсе, енді оны да көрсете салайық. Неше грамм болу керек? 450 грамм. 450 грамм. Ананы нольге қойдық. 400 тарасын алып тастадық. Аптека ғой. 1 грамм туда суда бермейді ғой. Бисмилля. Молдан кетті. 15 грамм көбейіп кетсе, бетіне шығып кетеді екен, иә? Мынаны алу керек пе енді? Кіршіксіз жабылмай қалады. Кіршіксіз жабылмай қалады дейді. Мынандай этикетка. Вау, завод болды ғой. Ба-ба. Уже запечатанный завод. Сатасың осылай. Ыдыс. Мынаны мен жабыстырып қойын. Анау сияқты дәл ортасына түсем екен ғой. Бисмилля. Жоқ, бірдеңе істей алады екен менде. Үшін осылай қаймақтың процесі тым қиындығы жоқ. Кеттік дальше. Құртты вакуумге салып көрсетейік. Бұның барлығы не үшін керек? Вакуум, анау, мынау. Біріншіден жалпы қазіргі адамдар уже стерильный болып баратырмыз. Енді бар ғой, чересчур тазалық бар ғой, біз уже, мен білмеймін ертең не болатын. Иммунитет жұмыс істемей қалған даттау ше. Өйткені шаң жоқ қой денемізде ше. Иммунитет күресетін ше. Сол үшін арасында бұл шаң, топырақ деген нәрсе бар ғой, өзі зиян жоқ негізі, пайдасы болмаса. Сол үшін енді бірақ заманның талабына сай мынаны таза болу үшін әркім ұстап кетпейді, анау мынау деген сияқты баяғыда айтпесе андай қап-қап сататын ек қой. Бұны да өлшейсіңдер ма? Все. Енді бүкіл секреттің бәрін біліп қойдыңдар. Осы қалай істеп жатқанымыздың бәрін аңғарасыңшы. Оның өзі ішіне 55 грамм мен 60 грамм арасында. 5 грамм плюс минус деген. Қайтадан айналдырды. Бағанағы қаймағымыз май. Бұған қазір мұздай су құйайын жатсын, Майды алған кезде қаттырақ болу үшін дейді. Осындай бір кіттай детальдар бар да, технологиялар бар да, бір кішкентай. Суды бүйтіп жіберсең былай болады, ананы бүйтіп жіберсең былай болады деген нәрселер бар. Сондайларды білсең, жұмысың жеңілдейді ғой, короче. Біз сондайды білмей құримыз ғой сол. Секреттерін бәрін көрсетіп жатырмыз. Анау мынау қосып аларларың болса, сіздер айтыңыздар бізге. Біз сіздердің жазғандарыңыздың бәрін оқимыз да, біз дальше үйренеміз. Сүтке су қосып жатыр дейсің ғой, Жоқ, бұл айран ғой. Айран. Оның өзіне ішті айран болды. Айран ішеміз, бұдан қалғанын, Май, қолдың майы деген осы енді. Осыған тұз қосады, сосын тұздалған май болады. Осылай жұмсақ болады па, салған кезде? Не, салқын сумен жуып, тұзын салып. Мынау не? Қазір не болды мынау? Айран ба? Мұны мұздатса, вообще. Мұздатсаң күшті болады. Тұз салмаса да күшті. Шамал тұз салса. Бұл қазір шалап деген осы ма енді? Енді әркім әртүрлі айтады ғой. Рестораннан іше аласыздар осы шалаптарды, біздің ауылдың ресторанынан. Енді біреу шалап дейді, бізде бұны айран дейді, Қызылордада. Майын алынған, біздің сұйық болады, айран ішем дейді, кәдімгі су сияқты ішесің. Мұздай су қосты да, тұз қостың, Сосын? Жақсылап араласың ғой. 30 литрден шыққан ғой, 30 литрден шыққан қолдың майы.
Кайф қой вообще. Кайфовать етіп отыр. Мә. Байрам көрсең күнде кайфовать еткенсің ғой, иә? Ішінде су бар шамал. Ой. 1 келі 600. 30 литр сүттен 1 келі 600 май алып отырық. Мына жердің шамасын жеп қойайын. Азайды. Жалпы айтайын дегенім, сенің қолыңнан бір нәрсе келу керек. Сен қолыңмен бір нәрсе істей алу керексің. Жалпы мына қолыңмен бір нәрсе істеу, бұда бір береке бар негізі. Сосын бір нәрсеге адамда өзінің бір, әр адам бір маманның иесі болған дұрыс қой негізі. Сол үшін қолымыздан келгенше өзіміз бір нәрсені өндіріп, қолмен жасауды үйренейік. Сварщик болсаң да, плотник болсаң да, механик болсаң да, май шығаратын технолог болсаң да, осындай маман болу керексіңдер. Әр қайсымыз не үшін свет өшіп қалса да, мынаны жасай бересің. Интернет жоқ болса, мынаны жасай бересің. Соны үйретейік, балдарымызға үйретейік, өзіміз үйренейік, қыздарымызға, келіндерімізге осы нәрсені үйренейік. Қазақ айтады ғой, үйренде жирен дейді. Сол үшін ешқандай қиналмаңдар. Бір реттен үйреніп алыңдар, өмір бақи оны істемейсіңдер ғой. Мысалы, бірақ бір керек болып қалған кезде апыр-топыр істеп тастай саласыңдар, болды. Мынау май, жаңа ғана шыққаны, мынау кеше шыққан. Оны осылай Иілейсің, иә? Жаңа перчаткасы істеу керек деп отырмын ғой. Шешіп тастайын перчатка. Неге перчаткамен істесең, перчатканы ашсын, майға ұрып кетеді. Істеген кезде қолмен істеген. Шешейінші перчатка құрсын. Өзім майын. Енді андай ұйықтыққа түсетін болғаннан кейін көп кісі жаңағыдай ойбай қолында перчатка қайда, қолың тырнағың арасынан бірдеңе шығып жатыр дейді ғой. Шығып болған десе. Қолымызда негізі ол заттар жоқ қой. Жоқ уже, иә? Неше рет жуылады, неше рет жуылады, неше рет. Ол кір болып үлгермейтін шығар ол, иә? Сосын сендер цехтан шықпайсыңдар ғой. Еще мынаның ішінен қазір осындай су шығады. Енді бұдан езе бергенде не шығады бұл? Май. Ана қазақта сөз ғой, езе бермеші майын шығарасың ба дейді ма? Майын шығарамайсың ғой. Мынау творог сияқты болып тұр қазір. Иә. Ол илеген сайын кәдімгі жеп отырған майымыз бар ғой. Гладкий болып тұрады. Иә. Сондай болады. Бұны сары май дейді, бұны қолдың майы дейді. Мынаны мен шығару оңай көрінеді. Мұздай суға тұрасың қолыңды. Ол да бар, иә? Бірақ енді еңбексіз не бар? Зато наны тәтті ғой бұның. Негізі чрезмерный, өте көп мөлшерде жайлылыққа кіріп кету, комфортқа кіріп кету, ол түбінде адамға зиян. Бүгін ол жақсы сияқты, бірақ зиян. Сол үшін арасында дискомфортқа түсу керек, а жалпы даму үшін комфорттан шығу керек. Соны ойлаймын да, мына біздің ауыл нағыз өмір сүру деймін да мен. Бүгін мысалы сиыр туылды, бүгін бұзау туылды, 9-шы бұзауымыз. Мысалы, бүгін бізде ана жер құрылыс істедік, бүгін ана жердегі есік тамын істедік, бүгін мына сүтті алдық та қаймақ жасадық. Кәдімгідей ана жер машинамыз бұзылып қалды, ана жеріміз бүйтіп қалды, ана жеріміз сөйтіп қалды. Ауа райы бүгін мынандай болып тұр, күшті болып тұр. Оны бүйтіп бүгінгі ауа райды қолдану керекпіз дейміз да, тез осындай ауа райда істейтін тірліктерін істеп тастаймыз деген сияқты. Соның барлығы, мысалы, бір ауылдың өмірі, тынысы нағыз адамның өмірі. Ең маңызды бар емес па? Біреудің шаруасымен шаруаң жоқ қой. Ана өсек айтуға уақыт болмасын да. Арасында үлгермейсіңдер ма? Көріністер ме? Қолымда менің сармай жоқ, мынада сармай бар. Мына қолға жапыспайды, өткені. Мұздай суы қолың. Вообще ана. Еще қолымда қалып жатырса, бетіңе жағып бересің. О, крем дейсің ғой, французский. Қанша суға шықтым. Кәдімгідей су шықты, иә? Енді ана осылай домалақ қыласың да, сосын не істейсің? Грамдап упаковка істейміз. Болды, дайын бол уже. Бұны жеуге болады уже, бұл не? Уже неше грамм болу керек? 450 грамм. 450 грамм. Ой. Жалпы тұзды болған дұрыс па? Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы туралы да бір не айтсаңыздар, жақсы болады. Ойбай, мынау деген завод.
кетті. Ну, ты. Сармай. Ал, бісміллә деп. Менің қолымнан бір нәрсе келеді екен. Міне, біздің май. Енді былай қарасаң, өндіріс қой, кайф қой. Жалпы, біздің цех қанша ақша табады деп сұрағыларың келсе, осы күнде бір 500 литр сүт өңдейміз, анау мынау бір таза шығындарын бәрін алып тастағанда бір 2 миллион теңгедей пайда қалауы мүмкін осы жерде. Примерно. Менің өзімнің бай қара есеп дейді ғой былай. Навскидку алған кезде. Соның өзі, в принципе, жетеді. Ауған 3-4 адам жұмыс істеп жатыр, болды. Мысалы. Бұл 4-теуін қазір сендер неше килограммға дейін, литрге дейін сүт өңдей аласыңдар? 1 тонна өңдейсіңдер. 4 адам 1 тоннаға дейін өңдей алады. 500 литрді де 4 адам өңдейсіңдер, е? 500 литрге бір адам алып тастаса қиналып қаласыңдар, е? Мысалы, бір жерде уже керек болады бәрібір. Көрдіңіздер ме? Сол үшін минимальный адамның саны бар да, мысалы. Бірақ сол адам 500 литрді де, например, и 700-ді де 800 мың литрге дейін істей алады да. Сол үшін сразу осы объемды есептеп, адам санына, сол кезде ортада люфті болмайды жаңағы. Бос адам орнына қалып қоймайды, бәрі бір-бірін жұмыстарын цепочкамен ұрып отырады, система жазылады, не істейміз, не қоямыз, заявкаға байланысты өнімді өндіреміз, Аллаға шүкір, міне. Жалпы біздің бүгінгі сүт цехтың қысқаша ғана сіздерге не дейді бұны, обзор дей ма? Шолуды сіздерге мен көрсетуге тырыстым, қалай болып жатыр, не болып жатыр деген сияқты. Осы ешқандай бір неміз жоқ, ерекшелік, просто жұмыс істеу керек, тірлік істеу керек, ойлану керек, мақсат қою керек, алдыға қарай ұмтылу керек. Орнымызда тұрмайық, қимылдайық, ойланайық. Біз дамушы елдердің қатарындамыз, сол үшін біз қазір өндірістерді көбейту керекпіз. Ал Қазақстан өндіруші елдердің қатарында бола алады. Біз тұтынушы ел емеспіз. Біз болмау керекпіз тұтынушы ел. Біз өндіруші ел болу керекпіз. Біз мал өнімдері, сүт өнімдері, тауық өнімдері, егін өнімдері барлығын біз экспортқа шығаратын ел болу керекпіз деген үлкен ниеттеміз. Соның бір кішкентай ғана бір бастамасы. Біз қазір сыртқа шикізат сатып жатырмыз. Сол үшін шикізат сатпай өнім сатайық. Аллах бізді осындай күнге жеткізсін. Біздің ұрпақтарымыз Алла қаласа бір үлкен өндіруші азаматтар болып, біздің өнімдерді әлемге, Қазақстанның өнімі, жаңағы Made in Қазақстан дейді ғой, жаңағы Қазақстаннан шыққан деген өнімдерді әлемде көруді бізге Алла нәсіп етсін. Рахмет сіздерге. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің YouTube каналды көріңіздер, тарқатыңыздар. Басқаларда бір пайдасы болса алсын, бір-бірімізге пайдалы болайық. Рахмет сіздерге, бізбен бірге болғандарыңызға. Қыздарға да рахмет. Ұнады ма сендерге?